мен айтып берем әшейін. Бірақ мені негізі қайынсіңлім алып барған бұл компанияға. Бұл компанияның өнімінің кереметтігін мен келген кезде мені не студилена, не болмаса АБ болған жоқ. Мені қайынсіңлім алып та маған застера каратен берді. Бірінші осы. Содан менің қолымда бездер болатын. Дәу бездер болатын. Әлі жоқ мені. Сонымен қолдарымның бездері ісіп кеткен. Мен ешкімге айтпайтын. Өйткені мен ойлайтын, мен рақпын деп. Өйткені мен түнімен ұйықтай алмай, қолымды бүйтіп көтеріп шығам. Сонда отырам. Только отырам. Сөйтем де бір мезгіл бүйтіп жастықта, дәу жастықта алымда бүйтіп қисаям да соған сәл ұйықтап аламын да қайтадан тағы жүре берем. Мен 24 сағат ұйықтамаған адамның біреуі менмін. Бірақ мен қайынсіңлім сол застарамен каратенді берген соң, мен бір ішкеннен бір қасық ішті дедім бағана мына қыз айтты. Сол бір қасық дегендей бір қасық мен іштім. Өйткені мен уже надоел болып кеткені соншалық маған қайынсіңлім айтты. Титтей ішесең, солмен алдымен үйретесің деді. Жоқ, мен алдымда келдім де қасықты, шайны ложканы дәуін алдымда толтырдым да іштім. Мәсаға не болсын ол ақыры мен не ойлаймын, не қаламын. Содан не керек оны іштім да бүйтіп барып жастыққа қисайсам, мен 2 сутка ұйықтадым, адамдар. Застераны ішкеннен кейін 2 сутка ұйықтадым. 2-ші сутка ұйықтап жатқан кезімде қайынсіңлім звондап, «Женше, не істеп жатсыз?» деді. Мен ұйықтап жатырмын деді. Маған тимеші деді. Сөйтілем, бүгін ұйықтасаң ұйықта, бірақ ертең кел деді. Мен сенің дәрілерің бәрін ақ қойдым. Мен қайынсіңліме шексіз ризамын. Менің бір дәрімді, мәселен, менің застера каратенімді өзінің ақшасына алып, маған өзі беріп, өзі мені осы дәрежеге жеткізген. Ал кейінгілерін мен өзім алып іштім, спируленасын да өзім алып іштім, несінде, асында, бысында өзім алып іштім. Мен дәл қазір сіздердің алдарыңызда ісіксіз, қолымда нем келді, денемде ешқандай ісік жоқ. Бүйтіп тұрып билейтін дәрежеде келіп тұрған.